Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте әдемі өтіліп тұратын үй жағдайында жасалған печенье ұсынамын. Егер де менің рецепттерім сіздерге ұнап жатса, тіркеліп, коммент жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ішін үзіп көрсетемін, өте әдемі, үгітіліп тұрған, дәмді, ішіне жем салынған. Печенье жасау үшін бізге 3 жұмыртқа керек, разделитель, шекер 100 грамм, сары май 180 грамм. Жұмыртқаға, жарылған жұмыртқаға шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Шекеріміз еріп, екеуі бір маса болғаннан кейін жұмыртқа кеуі майымызды саламыз. Май бөлме температурасында болу керек. Енді разделитель салып, енді 5 мг разделитель бәрін салам. Одан жайлап ұнымыз салып, електен өткен ұн салам. Қастың көмегімен жайлап қозғайым. Кейін қолыммен илейтін болам. Осылай иледім. Қолға жабыспайтын осындай қамыр болу керек. Тестасы печеньенің. Тестамыз дайын. Енді оны пакетке салып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоюымыз керек. Холодильниктен тестамыз шығарып, өстіп шарик деп домалақтаймыз. Сөйтіп печеньенің формасын жасайтын боламыз. Достар, теста қатты болып қалмау керек, жұмсақ болмау керек. Мынандай үзіліп тұру керек. Сонда печенье өте әдемі үгітілетін нормада болады тестасы. Сол естеріңізде болсын. Ұнды жайлап салу керек теста илеген кезде. Бірден көп салып, қатты билеп қоймау керек. Қатты болса, печенье өтілмей қатты болып қалады. Осылай бәрін домалақтап алғаннан кейін шене кришканың ба көмегімен ортасын дөңгелектеп тесеміз де, сосын жем салам. Осылай ортасын домалақтап тесеміз. Сіздерге не ыңғайлы, сонымен тесеңіздер болады. Осылай ортасын ойық қып тескенде ойық қып жемді салатын орын жасасақ болды. Міне түрі осындай болады. Менде қара өріктің жемі, осыны ортасына салатын боламын. Печенье өте дәмді печенье болады. Достар, міне печеньеміз пісті. Өте керемет көтерілген. Иісі де күшті. Сіздерге жасап көруге кеңес берем. Рецепті өте оңай, тез жасалатын, қолжетімді продуктілерден. Ең жақсысы ол үйде жасалатын печенье. Жасап беруге болады кез келген уақытта. Ішін үзіп көрсетемін. Іші үгітіліп тұр міне. Достар, егер де менің рецептім сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, коммент жазып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.